Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Мен банк бизнес және басқару кафедрасының аға оқытушысы Зухра Махмудовна Турдиева боламын. Бүгінгі қаржы нарығы және делдалдары пәні бойынша қарастыратын тақырыбымыз банктердің нарықтағы қандай қызмет атқарады, яғни банктердің қаржы нарықтарындағы қызметі. Бұл тақырыпты ашу барысында біз келесі сұрақтарды қарастыратын боламыз. Коммерциялық банктер және олардың негізгі қызметтері, коммерциялық банктердің функциялары және банк операциялары және олардың негізгі түрлері. Негізі коммерциялық банктер қаржы нарығында делдалдық қызмет атқарады. Коммерциялық банктер банк жүйесінде екінші деңгейді құрайды, яғни банк жүйесі банк операцияларының бірыңғай ұлттық немесе халықаралық жүйесіне біріктірілген банкілердің жиынтығын білдіреді. Яғни бір-бірімен және сыртқы ортамен тығыз байланыстағы банкілердің жиынтығын білдіреді. Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасының банк жүйесі екі деңгейден тұрады. Бірінші деңгей ол ұлттық банк және де екінші деңгейде коммерциялық банктер құрайды. Негізі банк деген сөз ағылшын тілінен аударған кезде айырбас стол дегенді білдіреді. Яғни бұл айырбас столы бұл алаңда сатып алушылар мен сатушылардың тауарлармен сауда жасалатын алаңдарда құрылады. Яғни банко дегеніміз аударған кезде айырбас столы деген мағынаны білдіреді. Біз жаңа айтып кеткендей, коммерциялық банктер банк жүйесінің екінші деңгейінде құрайды. Яғни коммерциялық банк жүйесінің ең маңызды бөлігі болып табылады. Және де коммерциялық банк заңды және жеке тұлғаларға әр түрлі қызмет көрсететін ұйымдар болып табылады. Заңға сәйкес коммерциялық банктер ең негізі заңды тұлға болып табылады. Және де көптеген операцияларды атқаратын несиелік ұйым болып саналады. Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы заңына сәйкес коммерциялық банктер өз қызметі арқылы пайда табуға бағытталған заңды тұлға болып саналады. Осы заңға сәйкес коммерциялық банктер алдында атап өткендей Қазақстан банк жүйесінің екінші деңгейін құрайды. Және де банк лицензиясына сәйкес банк операцияларды жүргізуге құқылы несиелік ұйым болып табылады. Сонымен қатар бүгінгі таңда коммерциялық банктер бірнеше қызмет атқарады. Негізгі қызметтері ең бірінші ол ақша қаражатын жинақтау, сонымен қатар ақша айналымын реттеу және де делдалдық қызмет. Сонымен қатар және де тағы басқа қызметтер атқарады. Қаржы нарығында ең бірінші ол несие беру, яғни коммерциялық банктер жеке және заңды тұлғаларға несие беру қызметімен айналысады. Енді несие мерзіміне қатысты бірнеше түрлерге бөлінеді. Ол ең бірінші ұзақ мерзімді, қысқа мерзімді және орта мерзімді. Сонымен қатар коммерциялық банктер әр түрлі төлем құралдарын шығарады. Шығаруға құқылы ұйым болып саналады. Сонымен қатар клиенттерге әр түрлі кеңес беру қызметін атқарады. Сенімхат бойынша клиенттердің мүлкін басқару, яғни бұл жерде траст операцияларын атқарады. Және де ақша қаражаттарын шоғырландыру және оны тиімді орналастыру қызметін атқарады. Бүгінгі таңда коммерциялық банктер бірнеше функциялар атқарады. Соның ішінде ең негізгі функциялар ол ең бірінші ол тартылған қаражаттарды жинақтау және оны тиімді орналастыру. Бұл функция коммерциялық банктердің негізгі функцияларының бірі болып саналады. Сонымен қатар делдалдық қызмет атқару, яғни несие операциялар бойынша делдалдық қызмет атқару. Енді бұған біз мысалы лизинг операцияларын
қарастыруға болады. Яғни лизинг операциялар бойынша банктер делдалдық қызмет атқарады. Сонымен қатар пайданың өсуі мақсатында қарыз қаражатын инвестициялау және оны тиімді орналастыру. Және де банк клиенттеріне арналған есеп айырысу операциялар бойынша кассалық операцияларды жүзеге асырады. Яғни банк клиенттерінің есеп айырысу қызметтері кассалық операциялар арқылы жүзеге асырылады. Әрбір коммерциялық банктың кіріс және шығыс кассасы болады. Бүгінгі таңда банк операциялары екі негізгі түрлерге бөлінеді. Ол активті және пассивті операциялар. Пассивті операциялар дегеніміз қаражаттарды тартумен байланысты операциялар, ол пассивті операциялар дегеніміз. Пассивті операцияларға көбінесе ол тартылған қаражаттар мен меншікті капитал жатады. Ал енді осы тартылған қаражаттарды тиімді орналастыру операциялары ол активті операциялар дейміз. Енді активті операцияларға көбінесе ол несие операциялар жатады, яғни заңды және жеке тұлғаларға несие беру, тұтыну несиесі жатады, тауарлы несиелер жатады, және де тағы басқа операциялар жатады. Сонымен қатар банк операциялары бірнеше операциялар орындайды, коммерциялық банктер бірнеше операциялар орындайды. Жаңа аталып өткен операцияларға байланысты біз алдында қарастырғанда активті және пассивті деп айттық. Енді солар активті және пассивті операцияларды бірнеше түрге бөлінеді. Сонымен қатар келесі операциялар бар. Ол ең бірінші, ол ақша қаражатын шоғырландыру, оны тарту, яғни тартылған қаражаттар. Сол тартылған қаражаттарды несие беру, әртүрлі депозиттік шоттар ашу, бағалы қағаздарды шығару, және де оны орналастыруды тиімді ұйымдастыру, кассалық операциялар, карталар, әртүрлі карталар ашу, клиенттерге әртүрлі кеңестер беру. Осы барлық операциялар кассалық операцияларға жатады. Жаңа аталып өткен операциялардың барлығы коммерциялық банктердің операциясы болып саналады. Сонымен қатар бірнеше операциялар бар. Енді бұл операциялар коммерциялық банктің операциялары нарықта өте көп. Сонымен қатар ұлттық және шетел валютасымен жасалатын операциялар бар. Содан кейін заңды және жеке тұлғалардың депозиттерін қабылдау, яғни заңды тұлғалардың депозиттерін қабылдау, оған арнайы шоттар ашу, жеке тұлғалардың депозиттерін қабылдау, оған арнайы шоттарды ашу, әртүрлі банктік аударым бойынша банктік аударымдар корреспонденттік шоттар арқылы жүзеге асырылады, яғни корреспонденттік шоттарды ашу, оны жүргізу. Жеке және заңды тұлғалардың шоттары бойынша есеп айырысу, яғни есеп айырысулардың барлығы арнайы шоттар арқылы жүргізіледі. Бұның барлығы банктік аударымдар деп саналады. Және де сонымен қатар коммерциялық банктер келесі операцияларды орындайды. Ол ең бірінші, ол ақша аудару операциялары, яғни жеке тұлғалар мен заңды тұлғалардың ақша аударуға қатысты тапсырмаларын орындау. Енді ақша аудару көбінесе енді қолма-қол есеп айырысу түрінде жүргізіледі. Ол арнайы корреспонденттік шоттар арқылы жүргізеді. Сонымен қатар коммерциялық банктер есеп жүргізу операцияларын орындайды, яғни заңды тұлғалар және жеке тұлғалардың вексельдері және басқа борыштық міндеттемелердің есебін жүргізу. Сонымен қатар қарыз операцияларын жүргізеді, яғни ақылы, мерзімді және қайтару шарттарымен ақшалай несие беру. Әртүрлі төлем карточкаларын шығару, енді бұл барлығы банктік аударымдар, чек кітапшаларын шығару, банкаралық аударымдар жүзеге асыру, және де шетел валютасымен жүргізілетін айырбастау операцияларын ұйымдастырумен айналысады. Сонымен қатар жаңа айтып өткендей, қаржы нарығында коммерциялық банктер ең негізгі рөлді атқарады, көбінесе делдалдық қызметін атқарады. Айтып кеткенде, коммерциялық банктер банк жүйесінің
екі деңгейін құрайды. Яғни банк жүйесі екі деңгейден тұрады деп айттық. Ол бірінші деңгейде ұлттық банк және екінші деңгейде коммерциялық банктер. Сонымен қатар банктер делдалдық қызметін атқару барысында активті және пассивті операцияларын жүргізеді. Пассивті операциялар ол көбінесе қаражаттарды тартумен байланысты операциялар, ал активті операциялар ол яғни осы тартылған қаражаттарды тиімді орналастыру бойынша операциялар. Көбінесе ол бізде клиенттерге көрсетілетін несие операциялар, яғни жеке және заңды тұлғаларға берілетін несие операциялары. Осымен енді сонымен қатар біз жаңа айтып кеткендей, коммерциялық банктер бірнеше операциялар жүргізеді деп айттық. Кассалық операциялар, банктік аударымдар, несие беру, делдалдық қызмет дедік, әртүрлі кеңес беру, сенімхат арқылы клиенттердің мүлкін басқару, яғни траст операциялар, лизинг операциялары, төлем карталарын шығару. Осы барлығы аталып өткен коммерциялық банктердің негізгі операциялары болып саналады. Осымен дәрісімді аяқтаймын. Назар аударғандарыңызға көп рахмет.